Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Майра Сатбекқызы. Бүгін сіздерге өте керемет таудың бөктерінде орналасқан тау самалын таныстырайын деп отырмын. Неке қараңыздар, тау самалында таудың бөктерінде орналасқан осындай керемет біз көріністе куә болып отырмыз. Мынау жоғарғы жағына шықтық біз. Мынау бізде екінші бассейн, 2 метрлік биіктігі. Ар жақта бірінші бассейн, ал алдыңғысында детский тоже бассейн бар. Және де достар қараңыздар, бұл жерде мына жақта қонақ үй бар. Егер де алыстан келген болсаңыздар, қонақ үйге қонуға болады. Қараңыздар достар, бұл 100 000 теңгелік тұратын қонақ үйдің көрінісі. Алдында бассейні бар. Мына жаққа жаңа су толтырып береді. Осы жерге шомылуға болады. Өте таза ауа, сондай керемет. Қараңыздар, қандай күшті көрініс. Прям демалып қаласың бұндай жерге келгендеш. Келіп, осы жерге демалып кетсеңіздер болады. Қараңыздар, сондай әдемі болып орналасқан барлығы. Енді басқа жақтарында таныстыратын боламын. Мынау бізде таудың көрінісі. Мына жақта қараңыздар, администратор отыратын жер. Осы жерге келіп жоғып кетсеңіздер болады. Басқа жерлері, мына қараңыздар, мына жақта бассейн, төбеден секіріп шомылуға болады. Өте керемет. Арғы жақта көрдіңіздер ма? Таудың бөктеріндегі тау самалы көрінісі өте осындай керемет. Қазір төменге түсетін боламыз бірге. Төменге түсіп, төмен жақтарды таныстыратын боламын. Бұл жерге келіп демалсаңыздар сондай керемет, таза ауа. Біз қазір орта жағында тұрмыз. Біз мына жаққа төбеге шықтық. Қараңыздар, көрінісі сондай керемет. Ар жаққа фотоға түсуге де болады. Ал бұл жақта кішігірім банкет болады. Кеттік, осы жақты түсіндіріп, түсіріп өтейік. Прям күшті, қараңыздар. Мына жаққа қонақты прям ұялмай күтесіздер ғой. Құдалық даже. Құдалықтықын, кішігірім өздеріңіздің туған күндеріңізді тойлауға да болады. Сондай керемет жер ғой. Қараңыздар. Және де басқа жаққа кеттік. Қараңыздар достар, көрінісі керемет. Садақ атып тұрған ағамыздың бейнесі. Ар жақта құстар және де су. Сол жаққа қазір фотоға түсетін боламыз бірге. Кеттік. Вау! Вообще шикарно мына жер. Қараңыздар, қандай керемет. Прям күшті ғой. Мына жаққа қазір бірге фотоға түсетін боламыз. Қараңыздар, прям қандай қылып орналастырған. Ал тура осы жердің ортасынан екі адамды көріп тұрмыз ғой. Сол жерден демалатын орын істеп қойған. Ол жаққа ар жақпен көтеріліп баратын болады. Ол жақтың бағасы қызықтырса, 5 000 теңгеге демалатын орынға бөлек алатын боласыздар. Өте қолайлы бағада. Суға баратын боламыз. Біздегі бұл су төбеден келеді, мына жаққа водопад болып құйылады. Қараңыздар, бейнесі сондай керемет, өте әдемі, таза ауа, салқын жел үріп тұрған мына жақтан ше. Прям шикарно ғой. Мінекей достар, кішкене біз жоғарылап келе жатырмыз. Бұл екінші бөлік жағы. Мына жақта бізде тырнаның бейнесін қойған, ар жақта арқардың бейнесі бар, және де барыстың бейнесі тұр. Қараңыздар. Тоже су ағып тұрған бейнелер өте керемет көрінеді. Қараңыздар, шикарно вообще. Мына жер таныс бол, яғни билейтін жер. Кешкісін осы жерде кішкене билейтін боламыз. Әрине кешкіге қалсақ. Мына жердегі біздегі тапшандар кішігірім, әрине кішігірім отыруға болатын, бірақ бұның бағасы 3 000 теңгеліктер. Ал мына жақта бізде кішігірім магазин бар, бірге қазір алатын боламыз. Кеттік. Магазинге кіретін боламыз. Күшті тастан істелінген ғой. Сәлеметсіздер ма? Не алсақ болады екен? Кофе қаншадан? 200.
Кофе бересіңіз? Аха. Аха, тиім. Рахмет. Қазір шай ішкенге кофе алдық. Мінекей достар, кофе алдық. Қазір басымыз ауырғанда ішетін боламыз. Ал мына жақта бізде анамыздың бейнесі, қасындағы елік, еліктің баласына, елік енді қазақылыққа жақын ғой. Сондықтан еліктің баласына өзінің қолындағы жемісін беріп жатқан бейнесі. Бұл бейнеде өзіміздің қазақылыққа жақын деп ойлаймын. Қараңыздар, өте әдемі. Ар жақтан тоже су ағатын жер істеп қойған. Ол да әдемі көрінеді, қараңыздаршы. Еще ар жақта бассейн бар, мына жақта. Ал мына жақта бізде бассейн, ар жақта каток, ол жақтан сырғанап түсуге болады. Іші 1,5 метрлік тереңдігі. Қараңыздар, секіріп жатыр, күшті да. Қараңыздар, қасына жақтан сырғанайтын болады. Күшті. Шикарно. Ай-ай-ай. Үшіншісі келе тұр. Вау, күшті, күшті. Катокқа өшерде мінеді. Осылай сырғанап түсетін болады, мінекей катокқа мінетін жер. Әрине біз қазір бассейнге түспейтін боламыз. Сол себепті төбесіне мінудің қажеті жоқ. Ал мына жақты қазір көретін боламыз. Әр жерде осындай гүлдер. Бұл да бір әдемілік, қараңыздар. Күшті. Давай кеттік па? Мына жаққа барамыз ба? Давайте кеттік осы жаққа. Қараңыздар, су кеп жатыр. Мына жаққа құйылып жатыр. Ал мына жақта піл бар. Достар, біз орта бөлігіне келдік. Мына жақта жан жануарлары, яғни пілдің бейнелері, арқардың бейнелері өте көп. Қараңыздар, бұл енді тауда орналасқандықтан жан жануарлардың бейнелері өте керемет болып салынған. Ал сәл ғана бері жүретін болсақ, бұл жақта, яғни намаз оқитын болсаңыздар, намазханасын бөлек жасап қойған. Қараңыздар, өте керемет, үстінде күмбезімен бірге керемет қып жасап қойған, намаз оқып алуға болатын болады. Ал мына жақта бізде қонақ үйлер бар. Егер де сіздер алыстан келіп осы жерге қонып кетпекші болсаңыздар, ондай да жағдай қарастырылған екен. Мына жақта қонақ үйлер бар, 10 мың теңге және 20 мың теңгелік және күндізгі, түнгі қонақ үйлер. Кеттік, бірге барып көрейік. Бұл жерде де өте әдемі бейнелер бар екен. Мінекей қараңыздар, мына жақ бетінде, мына жақ бетінде барлық қонақ үйлер осылай орналасқан екен қаз қатарынан. Ана жақта тоже мүсіндер бар екен. Сол мүсін жаққа барып, қазір тағы да фотоға түсетін боламыз. Бұл жаққа келсеңіздер, фотоға түсетін жер өте көп. Мінекей біз тағы да осындай керемет мүсіннің қасына келіп отырмыз. Осы қонақ үйлердің дәл қасында орналасқан бұл кішігірім қонақ үй. Ал бізде мына жақта спорттық кешендер, қараңыздар, бұл жаққа спортқа да жағдай қарастырылып, жағдай жасалынып қойған. Мына жаққа футбол ойнауға болады. Ар жақта балаларды ойнататын батут бар деген секілді майда-шүйде ойындар бар. Сол жақта балаларыңызды сол жаққа беріп қоюға болады. Өздеріңіз осындай керемет таза ауамен, керемет көріністермен демалып кетесіздер, достар. Бұл жақ өте әдемі десем де болады. Сұлулықты сүйіп, сұлулықты көп бейнелеп жасалынған. Бұл әрбір жаңағы мелочтарына дейін сондай керемет жасалынған. Давай баста. Ал бұл тау бөктерінде орналасқан және даже балаларға да ойын сауық қарастырылған. Қараңыздар, балаларыңызды осындай жерге келіп ойнатуға да болады. Қазір бірге көретін боламыз. Қараңыздар, өте әдемі, барлығы бар, шарик, марик бәрі. Достар, мінекей детский площадкаға келдік, қазір бірге кіретін боламыз. Бұл жақта саламатсыз ба? Батут ойындары қанша теңгеден балаларға? 1000 теңгеден ба? 1000 теңгеден өте қолайлы бағада екен. Және де осы шарикке де балалар тастап қойып ойнатуға болады. Ар жағында батут та бар. Өте керемет екен, іші. Және де 1000 теңгеден өте қолайлы екен. Бізде семейный гостиница бар, екі жағында да. Осы жаққа өздеріңіз демалуға келетін болсаңыздар, мына жаққа балаларыңызды ойнатуға беріп қоятын боласыздар.
иісі сондай керемет. Прям гүлдер барлық жерде гүл ғой. Қараңыздаршы, әрбір стойканың үстінде даже гүлдер. Қандай сұлулықпен жасалынған, қараңыздаршы. Искусственный гүл болса да қандай көріп беріп тұр, иә? Осы гостиницаның алдында. Ал мына жақта даже кафеге дейін бар, достар, қараңыздар. Тау самалы деген кафе. Бұның ішінде барлығы бар: шашлик, манты, первый, второй сусынына дейін. Осы жақтан кафеден тамақтанып, ар жақтан қонақ үйге демалсаңыздар, бассейнге, 2 метрлік бассейнге келдік біз, достар. Төбеден секіріп, осы 2 метрлік бассейнге түсуге де болады. Мына жақта бізде 2 метрлік бассейн бар. Ар жақта қонуға арналған кішігірім қонақ үйлер, 10 мың теңгеліктер. Ал мына жақта бізде үлкен қонақ үйіміз бар. Өздеріңіз достарыңызбен бірге қырық жаз, кішігірім құдалықты да күте беруге болады. Осы жерге келіп, осы жерден өткізуге болады. Сондай әдемі, керемет. Біз қазір осы жоғарғысы осы кафемен аяқталады екен, да? Кафе бар, ар жақта 2 метрлік бассейн бар. Сол жақпен аяқталады екен. Сол жаққа барып, мінекей мен операторым, өзімнің келінім Ақерке, бер қарап қой. Күшті түсірет, прям совет беріп тұрып түсірет та келінім. Молодец, рахмет саған, Алла разы болсын. Қараңыздар, енді біз қазір қайтып бара жатырмыз да, достар. Прям ұзақ жүрдік. Осы жерге деген қанша болады примерно? Осы жерге 20 минуттай жүреміз, ары бері. Ұзақтығы осы 30 минуттай жүресіздер. Зато қараңыздар, керемет бір көріністерге куә боласыздар, достар. Прям демалып қаласың, ғой, жан дүниені демалады. Азаннан кешке дейін даже қонып жатуға да болады. Білесіздер, иә? Орын өте көп. Қонақ үй күшті. Барлығына қол жетімді, даже магазинге дейін ашып қойған. Кафесіне дейін бар. Өздеріңіздің достарыңызбен, отбасыларыңызбен келсеңіздерде өте керемет болады. Таудың бөктерінде қараңыздар. Тура таудың қасы. Сырт жақта қарастырылған. Және де осы жерден қол жууға болады. Құмырамен сіздерге арнайы су құйып тұрады. Қазір қолымызды жуатын боламыз. Күшті, керемет. Осылай қол жууға болады. Мына жақта видео түсіріп келе жатырмыз, арнайы сіздер үшін. Ал бұл жақтан бізді... Ау! Ей, жаным! Назиді. Мына жақта арнайы қонақ үйде бар, қараңыздар. Суға салқын екен, Али, жаңғы. Неге қонақ үй? Қазақ үй. Мінекей, достар, біз өз отбасымызбен осылай қыдырып келдік, осы тапчанды жалдадық. Бұл тапчан қызықтырса, яғни 5000 теңгелік тапчан, кішкене үлкендеу, әрі судың, көлдің қасында орналасқан, салқын ауа, өте керемет, жеке орналасқан. Бассейннің қасындағы тапчандар емес бұл, сол себепті өте ыңғайлы. Және мінекей барлық өзіміздің отбасыларымызбен бірге осылай қыдырып келдік. Өте қызық болды, өте керемет болды. Туыстарыңызбен, отбасыларыңызбен, достарыңызбен келсеңіздер, сондай керемет болады, достар. Мінекей осылай барлығымыз осылай тамақтанып алғаннан кейін келініміз екеуміз ыдыстардың барлығын жуып тастадық. Осылай көлдің суына өте керемет қып, біреуміз жуып, біреуміз шайқап тұрып жуып тастадық осылай.
Ал достар, мінекей барлығын, осы тау самалының барлық көрінісін түсіндіріп, барлығын көрсетіп шықтым сіздер үшін. Арнайы видео жасадым бүгінгі видеода. Блог деп атасам да болады. Тау самалы деген Құлан ауылында, Тараз қаласында. Яғни өте әдемі, сондай таза ауа, бүгін күшті демалдық. Бізге бүгінгі күн өте қатты ұнады. Отбасыларыңызбен, туыстарыңызбен келсеңіздер, сондай керемет. Ал басқа да осы жерде демалып жатқан ханымдардан және сұхбат алайық. Ал кеттік. Саламатсыз папке. Қалыңыз қалай? Самалда шай қойылып жатыр. Қандай күшті қазақылықты білдіреді. Қараңыздар. Саморынның шайы сондай дәмді, керемет болып шығады. Енді әпкеміз сұхбат бермей жатыр. Басқа да ханымдардан көрейік. Ал кеттік. Өте керемет, осындай саморында шай қойылып, шашлик пісіріліп жатыр екен. Осы жерден сұхбат алып көрейік. Иә? Керемет көп қонақтар отыр екен. Бір адамнан сұхбат алып көрейік, иә? Кәнекей бір сұхбат алып көрейік, иә? Жоқ, мен ашылалды қойдыңызды. Сәлеметсіз бе? Сіздің есіміңіз кім болады? Сұрақтарым жоқ. Әділет. Бұл жаққа кіммен бірге келдіңіз? Мен ба? Өзім классыммен. Класстастарыңызбен, иә? Бұл жерде, осы жерде отырсыздар ма сіздер? Иә. Күшті демалып жатсыздар ма? Күшті аха. Қай жақтан келдіңіз? Шудан. Оразалы. Шудан келіп жатыр екен. Мінекей қараңыздар, Құлан ауылына Шудан келіп жатыр. Басқа да өңірлерден келіп тұрады әрине. Сізге бұл жер ұнап жатыр ма? Сізге бұл жер ұнап жатыр ма? Иә, күшті. Бәрінен ұнап жатыр. Бірінші рет келіп тұрсыз ба? Аха. Бірінші рет, да? Иә. Бірінші рет келіп жатыр екен, кәнекей. Сіздер де осы жерге келіңіздер. Көп рахмет, осы жерге жиі келіп тұрыңыз. Өте қатты ұнаған шығар, иә? Аха, күшті. Несімен қатты ұнады? Барлығы жағы күшті. Көрінісі өте тамаша, да? Иә. Сізге көп рахмет, жақсы демалыңыз, жиі келіп тұрыңыз. Сау болыңыз. Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз бе әпке? Күшті саморынмен шай қойылып жатыр. Мына жақта қараңыздар. Қазақилық саморынның шайы өте дәмді, осындай таза ауада, тауда әрине. Есіміңіз кім болады? Аққыз. Кіммен келіп отырсыз бүгінгі тауға? 11-ші сыныптың нелерін. 11-ші сыныптар, е? Ата-аналарымен, да? Аха. Бірінші рет па сіздердікі? Бізге бірінші рет. Өте қатты ұнап жатыр, да? Қатты ұнап жатыр ма? Конечно, ұнап жатыр. Сізге көп рахмет, жақсы өткізіңіздер демалысыңызды, жиі кеп тұрыңыз. Неке күшті демалыс болып жатыр екен, достар. Сіздер де келіңіздер міндетті түрде тау самалына. Өте керемет отырыс деп ойлаймын. 11-ші сыныптікі ата-аналармен осындай күшті керемет шашлик жасап, саморынға шай қойып, өткізіп жатыр екен күндерін. Ал басқа да қайтып жатқан ханымдар мен мырзалардан сұхбат алайық кеттік. Өте керемет көрініс, қараңыздар, гүлдер прям кірген кезде иіс деген бар ғой, прям освещение күшті ғой мына жақташы. Ал кеттік. Ал мінекей, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз. Сіздің есіміңіз кім болады? Ләззат. Бұл жаққа кіммен келдіңіз? Шудан келдік, отбасымызбен келдік, күйеу балам, қызым, немерелерім. Бірінші рет келіп отырсыздар ма? Өз басым бірінші рет келіп отырмын. Ұнады ма сізге тау самалы? Жақсы. Қай өңірден келіп отырсыз? Шудан келдік. Шудан келіп отыр екен. Мінекей көп қонақтарымыз бүгін Шудан келіп жатыр екен, өте керемет. Жиі келіп тұрасыз ба енді? Келемін деп ойлаймын. Күшті да көрінісі, аха. Күшті керемет. Енді Майра Сатпекқызы деген YouTube каналдан өзіңізді көре аласыз осы видеоны. Тау самалы деп жазсаңыз шығатын болады. Сізге көп рахмет. Жақсы өткізіңіз күніңізді. Сау болыңыз. Ал сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Сіздің есіміңіз кім болады? Жәмилә. Бүгін тау самалынан кіммен келдіңіз? Сол абысын аржын, қыз қырқын, қыздар, келіндер болып, абысынымыздың қазір черный алтын сандық деп қояды ғой. Алтын сандығымызды осы жаққа келіп, демалыс орнына келіп, демалып, суға түсіп, немерелер бар, бәріміз сондай жақсы отырып қайттық. Кетіп баратырмыз.
аха қай өңірден келіп отырсыз? қай өңірден? Құлан деген жер бар, сол жерде. Осы жақтан да, Құлан ауылынан. Аха, керемет, өте керемет. Демалыс орнына бірінші рет келіп отырсыз ба? Жоқ, осыдан қанша жыл бұрын келгенбіз, осы үшінші рет келіп тұрмын. Әрине, Құлан ауылында тұрғаннан кейін осындай керемет жерге жиі келіп тұру мүмкін емес та? Өте керемет, ашық жарқын кісі екенсіз. Алла разы болсын. Бүгінгі күн сізге өте қатты ұнаған шығар, иә? Иә, жақсы, бәріне сәттілік тілеймін. Өте керемет. Күн сәтті өтсін. Сізге көп рахмет. Алла разы болсын. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Сіз бүгін демалыс орнынан кіммен келдіңіз? Бауырларыммен келдім. Есіміңіз кім болады? Есім Жексенкүл болады. Қызымын да, мені бауырларым да жанында тұр, Құдайға шүкір. Күшті. Бүгінгі күн сізге ұнады ма? Ұнады. Ұмытпайтын күндей болды бүгінгі күн. Жиі кеп тұрасыз да? Жиі кеп тұрамыз. Өте керемет, күн сәтті өтсін. Жиі келіп тұрыңыздар. Күшті. Керемет демалыс болды деп ойлаймын. Сәлеметсіз бе? Есіміңіз кім болады? Досымжан. Бүгін осы тау самалына демалыс орнынан кіммен келдіңіз? Семьямен. Жақсы демалып жатсыз ба? Қай өңірден? Уговойдан, Аллаға шүкір, жақсы демалып жатыр. Жиі келіп тұрасыз ба? Жылына жоқ дегенде бір-екі рет келеміз ғой. Сізге қатты ұнайды да осы жер? Иә, жақсы ол жер. Жақсы, күніңіз сәтті өтсін. Сізге көп рахмет. Жақсы демалыс болсын. Ал мінекей достар, бүгінгі тау самалы деген влогымыз аяқталды. Бүгінгі күн өте керемет болды. Барлығымыз осылай үйге қайтып бара жатырмыз. Өте керемет демалдық. Сіздер де келіп демалып кеттіңіздер. Егер де сіздерге бұл жер қызық болса, менің WhatsApp номеріме жазсаңыздар болады. Адресін толықтай айтатын боламын. Сау